Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздерге осындай картоптан ерекше кешкі ас дайындауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше. Менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар, жазылып, колокольчикті басуды ұмыт кетпеңіздер. Ең алдымен бұл асты дайындау үшін біз тазартылған картошкаларымызды орташа немесе үлкен болуы қажет. Осылай ортасын шұңғыл етіп жасап аламыз. Барлығының ортасын өйтіп шұңғылдап, керек жоғын алып тастаймыз. Осылай ортасын тазалап алғаннан кейін салмасын жасаймыз. Салмасына мен тауықтың төс етін алдым. Сүйексіз, ештеңесіз, тек қана еті қажет. Оны ұсақтап, төрт бұрыштылап турап аласыздар. Кейін оны турап алғаннан кейін сәбізімізді аламыз. Сәбізімізді де дәл солай видеодағыдай ұсақтап, чұқалап, төрт бұрыштап турайсыздар. Өйткені пісуіне ыңғайлы болу үшін чұқа ұсақ болуы қажет. Олардың барлығын төрт бұрыштап турап алғаннан кейін келесі пиязымызды дәл солай төрт бұрыштап тураймыз. Видеодағыдай етіп ұсақ қылып. Барлық рецепттің мөлшері бізде описанияда жазылып тұр. Пиязымызды турап алғаннан кейін тәтті болгар бұрышын, оны да тура пияз бен морковты, яғни сәбізді турағандай ұсақша төрт бұрышты етіп турап аламыз. Барлығы видеодағыдай. Мен жасыл түрін алдым, кез келген түрін алып берсеңіздер болады. Турап алғаннан кейін видеодағыдай барлығын ең алдымен етімізді ағарғанша жақсылап қуырып аламыз. Кейін пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Одан кейін барлығын кезек-кезегімен, яғни видеодағыдай етіп өздеріңіз көргендей сәбізімізді кішкене қуырып, бұқтырып аламыз. Қақпағын жауып, тәтті бұрышты салмастан бұрын бір 5 минуттай. Содан кейін барып тәтті бұрышымызды салып, оны да бұқтыратын боламыз. Көп емес, бір 5 минуттай ғана. Сосын татымына қарай тұз, бұрыш саласыздар. Кейін оны дайындап алғаннан кейін біз осылай жаңағы картоптарымызды қызып тұрған майда, көп мөлшердегі майда, көрдіңіздер, тура картоппен бірдей болып тұру керек, сондай қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Кейін қуырып алғаннан кейін жаңағы қуырып дайындап алған салмамызды ортасына салатын боламыз. Көрдіңіздер, осындай етіп барлығын салып алғаннан кейін міндетті түрде үккіштен, ірісінен или ұсағынан өздеріңізге қалай ыңғайлы үккіштен өткізілген сырымызды бетіне салып шығамыз. Сырын салып алғаннан кейін 2 ас қасық томат пастасын суға езіп, тұзын салып, жан-жағына құясыздар да духовкада 180 градуста 20-30 минут пісіріп аласыздар. Картошкасы дайын болғанша. Міне асымыз дайын, ас болсын.